Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жаз мезгілінде бар көкөністерден ас дайындайтын боламыз. Барлық құрамын жазып кеткен болатынмын. Дәл осылай барлығын төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Осылай барлығын турап болғаннан соң қызып тұрған майымызға етіміз бен құйрық майымызды қуыратын боламыз. Ет менде тұздалмағандықтан бір ас қасық тұз салып жақсылап қуыратын боламын. Етімнің барлығы қуырылып болғаннан соң үстінен пиязымызды салып, кішкене қызарғанша қуырып, үстінен сәбізімізді саламыз. Яғни бұрышымызды салып осылай. Ол да кішкене қуырылғаннан соң қызанақпен бір ас қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бұқтыратын боламыз. Ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Қызанағымыздың осылай суы шыққаннан соң үстінен картобымызды салып, оның үстінен сарымсақтарымызды салып, 15 минутқа бұқтыратын боламыз. Осылай кішкене бұқтырылып болғаннан соң үстінен барлық баялдынымызды салып, жақсылап араластырып, оны да 20 минутқа бұқтыратын боламыз. Өте жылдам дайын болады, өте дәмді. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіздер. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіз де дайындап көріңіздер, ас болсын.